Интернетке осы бір кебаптың жасалу жолын көрсетіп таң қалдырып жатыр. Таң қалып, аузымнан сілекейім ағып, отыра бермей жасауға кірістім. Балғын еттен фарш жасап, пияз және дәмдеушілерді қосып, пергамент қағазына осылай жайып алып, домалақтап орап, жартылай ащы бұрышпен духовкада 20-25 минут пісіріп алдым. Ай, мынаның несін жеткізу мүмкін емес. Оны сезіну үшін міндетті түрде жасап көрулеріңіз керек. Қағазға оралғандан ба, бүкіл шырыны және еттің дәмі өзінде сақталады екен. Қасында пісіп шыққан жартылай ащы бұрышты майдалап, циципилиға қостым да жақсылап араластырып, осы еттің үстіне құйып жібердім. Негізі рецепте арнайы соус салған болатын, бірақ мен үйде не бар, сонымен жасадым. Ары қарай лавашты жайдым дағы піскен кебаб, сыр, помидор, пиязды салып, домалақтап орап лавашты құрғақ табада екі жағын қызартырып алдым. Бұл менің өмірімде жеген ең пайдалы әрі дәмді фастфуд болды деп 100% сенімді түрде айта аламын. Тағы да бір айта кететін жағы бар, мен бұл тағамды жасап байымды бай қылатын әйел болдым, себебі 800 грамм фарштан